Анашым, көмектесіңізші. Қызым, қазір емес. Маған сіздің кеңесіңіз керек болып тұр. Менің бос емес екенімді көрмейсің бе? Анашым, сөйлесуге болады ма? Сосын, Сенің маған ешқашан уақытың болмайды. Сенімді қарым-қатынастың болмауы диалог пен ата-ананың бақылауының аздығынан туады. Кәмелетке толмағандарға әсіресе жылулық пен жанашырлық қажет. Олар жақын адамына өздерінің проблемалары туралы айтқысы келеді. Кейбір жанұяда балалар ата-аналарының қамқорлығысыз қалады. Мұндай жағдайда бала бейтаныс адамның ықпалына түсуі мүмкін. Егер сіз балаңызбен сөйлеспесеңіз, онда сіздің орныңызға онымен педофил сөйлесуі мүмкін. Балаларға жыныстық зорлық-зомбылық көрсету мәселесі Павлодар аймағы үшін де өзекті болып табылады. 70% жағдайда аталмыш мәселе ұзақ уақыт бойы жасалады. Бұл қылмысқа жиі баланың өгей әкесі қатысты болады. Педофилдер құрбандарын табу үшін әлеуметтік желілерді көбінесе пайдаланады. Балаңыздың қауіпсіздігі үшін оны қараусыз қалдырмаңыз. Әсіресе көшеде балалармен үнемі телефон арқылы байланыста болыңыз. Және де ең бастысы, балаларыңызбен сенімді қарым-қатынас орнатыңыз. Олардың достарына, хоббиіне, виртуалды байланыстарына қызығушылық танытыңыз. Павлодар облыстық прокуратурасы жыныстық зорлық-зомбылық жасаған үшін ең жоғарғы қылмыстық жауапкершілік өмір бойына бас бостандығынан айыру деп түсіндіреді. Ал көп жағдайда жауапкершілік 14 жастан басталады. Сондай-ақ, Павлодар облысының прокуратурасы ескертеді. 16 жасқа толмаған адаммен кез келген жыныстық қатынас, тіпті ерікті келісім болса да, 15 жылға дейін бас бостандығынан айыруға дейін әкеп соғады. Біз балаларымызды зорлық-зомбылықтан қорғауымыз керек.